Саламатсыздар ма оқушылар, 4-ші сынып математика пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Сен бөлім бойынша нені үйренгеніңді тексересің. Ендеше тапсырмаларды бастайық. Білемін және түсінемін айдары. Бірінші А тапсырмасы. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. X белгісізі артық 12-ден және кем 15-тен қос теңсіздігі берілген теңсіздікті екі жай теңсіздікке айналдырамыз. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыра алсаң, белгілеп кет. Келесі тапсырма. Ә тапсырмасы. Сан сәулесіне қос теңсіздіктердің шешімдерінің жиынын белгіле. Шешімдер жиынын фигуралық жақшаның көмегімен жаз. X белгісізі артық 4-тен кем 8-ден қос теңсіздігі берілген теңсіздікті шешімдер жиынын сан сәулесіне белгілеп, шешімдер жиынын фигуралық жақшаның ішіне жазамыз. Барлық қос теңсіздіктерді солай жасап шығасыздар. Егер қос теңсіздіктің шешімдер жиынын таба алсаң, белгілеп кет. Келесі тапсырма. Ереже қолданамын. Теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолданамын. Теңдеулерді шеш. Күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді шешпес бұрын оқушылар теңдеудің оң немесе сол жағын ықшамдап алуды білесіздер. Ендеше мына теңдеуде қай бөлігі ықшамдалу қажет? Дұрыс айтасың, сол бөлігі. Сол бөлігін ықшамдап алып теңдеуді шешеміз. Яғни 258x қосамын 2x минус 80 тең 70 теңдеуі берілген. Теңдеудің сол жақ бөлігін ықшамдауымыз қажет. Және де сіздер білесіздер, әріптік көбейткіштері бірдей қосылғыштар ғана ықшамдауға болатынын. Теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолдана алсаң, белгілеп кет. Келесі тапсырма. Талдау жасаймын. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасай аламын және салыстырамын. Жай бөлшектер берілген. Салыстыру үшін білесіздер оқушылар, алдымен өрнектердің мәнін тауып аламыз, екі бөлшектерді сонан соң салыстырамыз. Егер жай бөлшектерді салыстыра алсаң, белгілеп кет. Келесі тапсырма. Өрнек құрастырамын. 260 кг қызанақ жиналды. N жәшікке 24 кг салынды. Неше килограмм қызанақ қалды? Жиналды 260 кг. Салынды N жәшікке 24 килограммнан. Қалды белгісіз килограмм. Алдымен оқушылар қанша килограмм қызанақ салынғанын тауып аласыздар. Ол үшін 24-ті N-ге не істейміз? Көбейтеміз. Және де осы шыққан санды 260 килограммнан, яғни барлық қызанақтан азайтсақ, бізде қанша қызанақ қалғаны шығады. Енді осы құрған әріпті өрнектерінің санды өрнекке айналдырамыз. Ол үшін n айнымалысының мәні бізге белгілі 8 дейді. N айнымалысының мәнін орнына қойып есепте. Есеп бойынша әріпті өрнек құрастыра аламын. Егер қолымнан келсе, белгілеп кет. Келесі тапсырма. Тексере аламын. Өрнектегі амалдардың орындалу ретінің дұрыстығын тексеремін. Әлия өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыс қойды ма? Тексер. Қатесін түзетіп, өрнектің мәнін есепте. Оқушылар, біздерге өрнек берілген. Сіздер білесіздер, алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады. Ендеше Әлияның қатесін түзеп, өздерің есептеңдер. Егер өрнектердегі амалдардың орындалу ретін дұрыстығын тексере алсаң, белгілеп кет. Келесі Ә тапсырмасы. Дәл солай. Әлияның қатесін тауып, өзің есепте. Әлия бұл жерде жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындаған дұрыс, қалған амалдар реті дұрыстық па? Дұрыстығын тексер. Егер тексере алсаң, белгілеп кет. Оқушылар, бұл жұмыстардың барлығы номер 4-ші жұмыс дәптерінде 27-29 беттерде тұр. Осы жұмыстарды орындаймыз. Сау болыңыздар.